Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір біздерде дүниетану пәні. Сабағымыздың тақырыбы адам өмірінде табиғат жағдайының алатын орны. Мақсаты ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Балалар, енді барлығымыз мына өлең жолдарын бірге айтайық. 1, 2, 3. Қазақстан туған жер, сені қатты сүйемін, көлдер, таулар даламды отаным деп білемін. Ал, балалар, өлең не туралы? Әрине, Қазақстан туралы. Ал Қазақстанның жер бедері қандай болатынын білу үшін бейнесуретке назар аударамыз. Қазақстан табиғаты алуан түрлі, өйткені біздің еліміз ұлан-ғайыр жерді алып жатыр. Қазақстанда жазық далалар да, ойпаттар да, таулар да бар. Балалар, алдарында Қазақстанның физикалық картасы берілген. Одан таулар мен жазықтарды, өзендер мен көлдерді көресіңдер. Олар қалай аталады және картада қандай түспен берілген? Өте дұрыс. Сөз құра ойыны. Мына суреттегі заттардың бірінші әрпін ала отырып сөз құраңдар. Қанеке тезірек? Қандай сөз шықты? Тау сөзі. Жер бетінің өте биік жерлерін тау деп атайды. Таулар алуан түрлі болады. Биік таулардың беткейі тік, жарлы, қия болып келеді. Таулардың көбісінің шыны қар басып, мұздық құрсап жатады. Мұздықтардың пішіні әр түрлі болады. Кейбіреулері төменге қарай үшкірленіп бітсе, ал кейбіреулері шың басына киілген қалпақ тәрізді болады. Сонымен балалар, тау деген жер бетінің қандай түсі екен? Дұрыс, едәуір биік түсі. Таудың табиғаты сұлу, жанға жайлы келеді. Сондықтан онда демалыс орындары салынады. Далаға егін егеді, жайылым жерлерге мал жаяды. Өзен көлдерден балық аулайды. Ал енді бейне сөз шешейік. Қанеке, мұқият қарап, таба қойыңдар. Қандай сөз шығады екен? Жазық сөзі. Өте дұрыс. Жазық қала немесе ауылдың сыртына шықсаңыз төңірек айқын көрінеді. Кейбір жерлерде қыратта, тауда жоқ, айнала теп-тегіс болады. Бұндай жерлер жазықтар деп аталады. Картада олар жазықтар жасыл түспен беріледі. Сонымен жазық жер бетін қандай түс екен? Дұрыс, тегіс болып келетін түсі. Балалар, жер бедерінің екі негізгі түсі бар. Олар таулар және жазықтар. Сонымен жер бедері тау, жазық, ойпат, таулы үстірт, төбе, шатқал, қырқа, аңғар, жыра, тағы басқа болып келеді. Ал енді сәл сергіп алайық. Балалар, қазір мен сіздерге әңгіме оқимын. Ал сіздер соған байланысты қимылдар жасаңыздар. Дайынбыз ба? Жақсы. Самат пен Марат далаға шықты. Олар жазық далада доп қуып ойнады. Қатты ыстықтаған олар көлге барды. Көлде жүзіді. Сәл демалып алған соң тауға шықты. Тауда бүлдірген терді. Самат пен Марат үйге қайтты. Балалар, енді сәл сергіп алсақ, орнымызға жайғасайық. Сонымен үйге тапсырма. Өзің тұратын жердің бедерін анықта. Өз мекенінің суретін сал. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.